алмаған. Жоқ. Папам алып Бүйте берген тұғып ғой. бергіріш, біздер енді айтамыз ғой мұғалымдарды. Не қылығына. Мұғалымдарды, ана балаларды әңгіме қыламыз ғой енді. Сөйтсе қыздар айтады, осы бір не бақытсыз бір қыз барады жеңіске. Қазір не қылады? Өйткені қорс етіп қыз болсын не болады? Беріп береді ғой. Сондай болады. Мінезі ше. Содан кейін неғаннан кейін менен сұрайды сол. Қалай тұрасың? Қандай деп ше. Сол қыздар. Сонда жіберіп алып, әке шешемді көндіріп алып, содан жеңісті де не қылып, содан үйлендірдік қой ма? Несін айтасыз? Ертегі ертегі сияқты. Енді ана оқу түсіп, екеумізде түсіп, сонда папам да Нұржан ағамның несі сол, неде, Байфетті. Соған кетіп барады ғой, сол аға да бірге кетіп баратқанда, сөйтсе бір айтыпты ғой. Екі балам да оқуға түсіп еді, ана біреуін заочный ауыстырып күзге берді. Папам естіп қой, ой ренжіп, әке. Сонда ана оқытсын деді ғой. 51-ден мың 60-ға жетпейтін аламын ақша. Мұғалыммын. 25 мыңды осы тәтем поштаның начальнигі ғой, жеңіске саламын. Қалғаны үйдің несі. Өнен кейін апамдан кейсе ала ма мен ол кезде амайда 12 мың алады екен. 12 мың алады. Сонен кейін не қылып? Ана деді, папамдан шықырмаған. Су өтіп кеткен. Сөйтіп ақтамға кеттім. Çocuğa almadı. сондай біздің неміз